Қайырлы күн, Айлу. Бізде жақында маусым айында Жасыл болашақ атты эко-приложение шықпақ. Жалпы осы приложение туралы өз ойыңызды айта Сәлем, рахмет. Бұл приложение өте адам баласына өте пайдалы деп ойлаймын, себебі бұл приложениенің ішінде түрлі подкасттар және де мүмкіндігі шектеулі адамдарға жаңағындай түрлі возможностьтар болады, жаңағындай экология туралы ақпарат білуге түрлі жаңағындай жақсы мүмкіндіктер бар. Сондықтан бұл приложениені өте жақсы деп құптаймын. Бұл приложение арқылы біз жаңа дәуірге қадам басамыз деп ойлаймын. Яғни бұл қандай тіршілікке жақсы жақтарын әкеледі. Бұл приложение адамзатқа жалпы тіршілікке өте үлкен пайдасын әкеледі деп ойлаймын. Бұл приложение қартқа да, жасқа да өте тиімді. Мен бұл приложениені толығымен қолдаймын. Менің ойымша, бұл приложение мен айналама үлкен ықпалын тигізеді деп ойлаймын, себебі қазіргі таңда біздің тіршілігімізде, яғни біздің елімізде экология жағынан көп қауіп қатер төніп жатыр. Мысалы, жаңа заводтар ашылып жатыр деген сияқты. Сол үшін біздің экологиямыз құртылып, ал егер сол экологиялық приложениені шығарсам, ол менің айналама да, яғни менің жақындарыма үлкен әсерін тигізеді. Жаңа ауа, таза ауа деген сияқты. Яғни бізді экологияны тазартуға, экологияны жақсартуға көмектесуге үлкен әсерін тигізеді және де үлкен көмек береді деген ойдамын.